Құрметті көпшілік, сіздерге арнап тағы бір мына Шерхан атамыздың бір ауыз кітабынан үзінді келтіргім келіп отыр. Оны айтпас бұрын біздің Шерхан Мұртаза атамыздың мурал деген кәдімгі үлкен 5 этажды үйдің бір жәніндегі үлкен портреті болады. Тараздағы. Әрине Шерхан атамыздың атында көше бар. Шерхан атамыздың атында кітап сататын дүкеніміз бар. Бірақ мына суреті ары бері өткенде көзге шалынған сайын ойға қалдырады. Bir кем дүниені жазып, бекерден бекер жазбаса керек. Әй, сендер не ойлап жүрсіңдер? Мына заман қандай болып бара жатыр? Өткендегі бір видеомда айтып едім, Шерхан ата бар болғанда біраз нәрсені айтып тастар еді-ау деген оймен. Ары өткен бер өткен жолаушыларға қарап қойып тұр, мәңгілік тұра берсін, мәңгілік ештеңе жоқ деп өзі де айтады ғой бір сөздерінде. Бірақ бір кем дүниесін ешкімде ұмыта қоймас. Сол үзінді тұнжыр тұман, таң азаннан далада тұнжыр тұман, көшеде адамдар бүрсеңдеп бара жатыр, ал майда құстар құйқылжыта ән салады. Әсіресе қара торғай. Әлде олар тоңбай ма? Әлде олар адамдарға қарағанда оптимист, үлкен үміткер ме? Тоқ болатын да жағдайлары жоқ. Айнала аппақ қар, құрт құмырсқа шыға қоймаған кез. Құстар өміршең, тірмізік. Бәлкім олар бір-біріне жамандық, қастандық ойламайтындықтан болар. Бірінің үстінен бірі ары жазып, бірін-бірі даттап, боқтап, бәле жауып, соттатып жатпайды ғой құстар. Сол пейілдеріне қарай Құдай оларға қуат беріп, қуаныш беріп қойғанда болар. Әйтеуір ән салады, жылау зарлы емес, көңілді. Біз неге осыларда емеспіз? Bir кем дүние деген екен. Қазіргі әншілерімізде бір түрлі болып жүр ғой. Бірінен кейін бірі көзге түсіп, полицияға түсіп жатыр. Соған айтқаным ғой.